Баршаңызға сәлем. Сіздерге осындай қатпарлы қытырлақ самсаның жасалу жолын көрсетемін. Рецептісін описание бөліміне қалдырамын. Ыдысымызға сүт құямыз, оның үстінен су құйып, тұз салып, тұзымызды ерігенше жақсылап араластырамыз. Содан соң осы сұйықтықты ұнымыздың үстінен құйып, иі қанғанша қамыр илейміз. Қамырымыз онша қатты да емес, тым жұмсақ та емес, орташа жұмсақтықта қамыр болу керек. Целлофанға салып 15 минутқа қойып қоямыз. Қамырымызға 15 минут өтті. Иін қандырып илеп, қайтадан 10 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде қамырымыз жақсы тынып, жайған кезде біркелкі тегіс болады. Қамырымызға 10 минут өтті, әбден тынды. Енді ортасынан тең екіге бөлеміз. Жүз 150 грамм сары майымызды ертіп аламыз. Жаймамызды жаятын боламыз. Екі үлкен жайма шығады, үстінен еріген сары майымызды жағамыз. Толықтай біркелкі етіп жағып шығамыз. Жағып болғаннан соң екінші жаймамызды үстінен орналастырамыз. Айналасын осылай видеодағыдай тегістеп қойып аламыз. Қайтадан үстінен сары май жағамыз. Сары майымыз ыстық болмау керек. Сары майымызды толық жағып болғаннан соң бір шетінен рулет сияқты етіп орап аламыз. Орап болғаннан соң дәл ортасынан бөлеміз. Осы екі бірдей бөлікті бірдей етіп орналастырамыз. Үлкенірек немесе кішірек бөліктерге бөліп шығамыз. Кесілген бөліктерді домаландырып шығамыз. Барлығын домаландырып болғаннан соң холодильникке 2 сағат немесе морозильникке 1 сағат қойып аламыз. Менде мына жерде 300 грамм тартылған ет, орташа көлемдегі пиязды ұсақтап турап алдым. Аздап тұз салдым, өйткені менде фаршта аздап тұз болатын. Бұрыш салдым. Жақсылап араластырып аламыз. Жаңағы домалақтарымызды оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Ортасына салмасын салып, жақсылап түйіп аламыз. Салмасы шығып кетпейтіндей етіп мұқият түйеміз. Самсалардың барлығын жасап болғаннан соң бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Жұмыртқаның сарысын жағып болғаннан соң
күнжөт немесе мак сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пешімізде 170 градуста пісіріп аламыз. Осы рецептіммен жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Міне осымен самсамыз дайын, ас болсын.